Саламатсыздар ма? Тоқыманы жақсы көретін ханымдар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Егер бүгін бірінші рет менімен бірге видеоны көретін болсаңыздар, каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі тоқитын гүліміз осындай украшение. Ортасында моншақпен осындай әдемі моншақтардың түстерін әркім өз қалауларыңызша қойсаңыздар болады. Онда бісміллә деп бастайық. Сұқ саусағымызға кіргізіп, айналдырып осылай қоямыз. Мына жер осылай X болып тұру керек. Енді крючокты астынан мына жіпті шығарамыз да бір петля жасап аламыз. Закрепляющий петля біріктіріп аламыз. Енді осы дөңгелектің ішіне 16 столбик без накида тоқимыз. Енді міне жаңа біз орап алған бір жібіміз бос болды, сол жібімізді тартамыз. Енді бірінші петляға, бірінші тұрған петлямен біріктіреміз. Енді 4 ауа ілмегі, 4 воздушная петля. 1, 2, 3, 4. Енді 2 ораймыз, 2 накид дейді. 2 орап біріктірген петляға 2 іліп алатын бір столбик тоқимыз. Енді 7 ауа ілмегі, 7 воздушная петля. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид. Бір петля қалдырып, келесі петляға столбик с 2 накидами тоқимыз. Тағы 2 накид аламыз, сол тоқыған жерімізге тоқимыз. Осылай болу керек. Бір петляға 2 столбик с 2 накидами. Ортасында 7 воздушная петля. Тағы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 накид. Ортасында бір петляны қалдырып, келесі петляға столбик с 2 накидами тоқимыз. Енді тағы 2 накид, дәл сол жерге тоқимыз. Енді 7 воздушная петля. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тағы 2 накид, бір петля қалдырып, келесі столбиктің үстінен двойной накидпен столбик тоқимыз. Келесінде де 2 накидпен бір столбик. Енді 7 воздушная петля. 3, 4, 5, 6, 7. Қыздар, міне, көріңіздер ма? Осындай галочкадан бұтын, жербейту галочка болып тұрғы. Ортасында 2 столбик с 2 накидами. Мына көтерген 4 воздушная петлямыз, бір столбик с 2 накидамды орнын атқарады. 1, 2, 3, қазір мынаумен 4 болады. Осындайдан 8 мынандай галочка болу керек. Ортасында 2 двойной накидпен, бір петляға 2. Міне соңғыға келгенде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 болды. Соңғысына 7-ден кейін 2 столбик тоқимыз, бір петляға. Енді 7 воздушная петля. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді накид ілмейміз. Жаңаға көтерген 4 воздушная петлямыздың 1, 2, 3, 4-шісіне соединять етеміз. Сонда бізде 8 шықты. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 және 8. Енді жібімізді міне крючоктың жағына қалдырамыз.
осылай. Енді мына ортасына 2 накид көріп тұрсыз, осы жерге мына қабырғасын айналдырып 6 столбик без накида, мына қабырғасын айналдырып 6 столбик без накида тоқуымыз керек. Ол үшін крючокты мына жағына қоямыз, міне. Енді мынаның ортасына кіргіземіз крючокты. Дәл ортасына кіргіземіз да, бір жіпті шығарып алып, біреу, екеу, айналдырып тоқып шығамыз, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Жібімізді бұлай қоямыз, міне. Алтыншысын тоқыдық, бұлай айналдырамыз. Жібімізді де крючокты да айналдырып, жаңағының екінші столбигін тоқимыз. Крючокты ортасынан кіргізіп, біреу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Алтау тоқыдық. Енді гүліміз былай ашамыз. Мына жерде ең бірінші бастаған стол соединять етеміз осы екеуіне. Сол кезде мына жерде мынандай домалақ шықты. Енді мына 7 воздушная петля тоққанымызға 8 столбик без накид тоқимыз. Оған да міне дәл осы жеріне кіргіземіз, міне айналдырып тоқимыз. Крючокпен жіпті шығарамыз. Міне біреу, осы жерге осылай, екеу, осы жерге 8 тоқуымыз керек. Үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, және соңғысы 8. Енді міне мына екеуінің ортасына қайтадан келеміз, міне. Бірінші мына қабырғасын тоқимыз, міне. Ортасын былай ашып алыңыздар, өздеріңізге ыңғайлы етіп ұстаңыздар. Біреу, екеу, алтау тоқимыз. Үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Енді жіпті осы міне былай қалдырып қоямыз, келесі жағын айналдырамыз. Гүлдің келесі жағын тоқимыз, міне. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Енді бірінші петлямен, міне бірінші петлямен соединять етеміз, біріктіреміз, міне. Енді мына артындағыға тоқимыз. 8 столбик без накида. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8. Енді міне мына жерге кіргіземіз. Қайтадан осыны алтауын тоқимыз. Осылай тоқимыз. Бірінші ары столбиктің бұлай айналдырып тоқимыз, міне. Мына жағын 6 столбик, мына жағын 6 столбик без накида, ортасын біріктіреміз. Сосын мына петляға, мына петлялардан құралған, воздушный петлялардан құралған аркаға 8 столбик без накида тоқимыз. Жақсы ма? Соңында тағы кездесеміз. Соңғысына келгенде, қыздар, міне бәрін айналдырып тоқыдым. Енді соңғысы қалды. Соңғысына мына 2 столбиктің ортасына қайтадан кіргіземіз, міне. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Енді айналдырамыз да, мына қабырғасына да алтау тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Енді соединять етеміз да, соңғы аркаға 8 столбик без накида тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8.
Енді мына артқы бітірдік. Міне осылай бітті. Енді артқы жағынан соединять етіп жібімізді кесеміз. Міне осылай тартып тастаймыз, соединять етіп. Осындай гүліміз тоқылып шықты. Енді мына жібімізді мына центрға келуіміз керек. Ол үшін міне трикотажный инемен осы мына жерге дейін өткізіп аламыз да жібімізді былай тартып ортасына шығарамыз. Енді мына бастапқы немен бастаған жіппен мына екеуін түйіндеп артық жерін кесіп тастаймыз. Ол үшін жібімізді аламыз, мына ортасынан өткіземіз. Любой жерінен өткізіп тіге бересіздер, өздеріңіздің қалауларыңызша. Жіп 7 моншақ өткіземін. 3, 4, 5, 6, 7. 7 моншақ өткіземін. 7 моншақ бітіп айналдырып қоямын ортасын. Міне осылай айналдырып 7 моншақ қойып, ортасына бір үлкен моншақ қоямын. Осылай мынаны ортасы болады, клеймен клейлесеңіз де болады. Қыздар, осылай әртүрлі қалауларыңызша неше түрлі моншақ өткізуге болады. Қара түсі де әдемі көрінеді, ақ түсі де әдемі көрінеді. Қыздар, осымен мастер-класс аяқталды. Сіздердің де қолдарыңыздан келді деген ойдамын. Дейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсылықта жолыққанша.